Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Түркияның президенті Ердоған өзін ақш, Ресей, Қытай президенттерімен теңмін деп есептейді. Себебі Түркияда кезінде солар секілді алып империя болған. Осман империясы деген атаумен олар жарты Еуропаны өз уысында ұстаған. Тіпті олар Ресей империясымен де соғысып, итжығысқа түскен. Сондықтан да жаралы арыстандай жер бауырлап жатқан Түркияның империялық амбициясы әлі де бар. Путин Совет одағын құруды аңсаса, Ердоған бұрынғы Осман империясын қалпына келтіруді көздейтін секілді. Оның Қазақстанға қатысты құпия жоспары қандай? Түркия Еуропада халқы ең көп мемлекет. Мұнда 85 миллионнан аса адам тұрады. Екінші орында Германия, олардың саны 84 миллион. Ердоған Түркияның президенті болып отырғанына биыл 10 жылдан асты. Осы 10 жылда ол Түркияны адам танымастай өзгертті. Ол өзіне президент болуға көмектескен досы Фетхуллах Гюленді қудалай бастады. Гюлен ислам ойшылы болды. Ол соңынан миллиондаған адамды ерте алатын құдіретке ие. Хизмет деген қоғамдық қозғалыс құрып, орталық Азия елдерінде көптеген мектептер ашты. Соның бірегейі Қазақстандағы қазақ-түрік лицейлері. Бұл лицейлерде мыңдаған қазақ балалары ағылшын, түрік тілінде білім алып, Гюленнің еңбектерімен сусындады. 2016 жылы Түркияда әскери төңкеріс орын алды. Қарулы күштерде жұмыс істейтін топ Ердоғанды тақтан тайдырмақ болды. Сол кезде Ердоған батыл шешім қабылдап, дереу оларға тойтарыс берді. Нәтижесінде Ердоған өзіне қарсы шыққандарды бәрін ұстап, кейбірін көтеріліс кезінде өлтіріп, көбісін түрмеге тоғытты. Жалпы саны 100 мыңдаған адам мемлекеттік қызметтен босатылып, қаңғырып кетті. Ердоған бұл төңкерісті Гюлен жасады деп мәлімдеме жасап, оған іздеу жариялады. Бұл кезде Гюлен ақш-та еді. Ол төңкеріске ешқандай қатысым жоқ деп айтты. Бірақ Ердоған сонда да алған бетінен қайтпай, ақыры билікке мықтап орнығып алды. Осы төңкерістің лебі Қазақстанға да әсер етті. Елімізде бүкіл қазақ-түрік лицейі жабылды. Бұл бұйрықты берген Ердоған еді. Ол Гюленге қатысы бар деген барлық нәрсені тиіп тастады. Содан бері Түркияда Ердоғанға қарсы келе алатын ешқандай адам шыққан жоқ. 2015 жылы Түркия Ресейдің ұшағын өз аумағында атып түсірді. Ресей дереу Түркиядан кешірім сұрауды талап етті. Бірақ Ердоған басын имей, өздері дұрыс дегенін айтып жүренді. Бұған ашуланған Путин Түркиямен ара қатынасты үзді. Ресей азаматтарына Түркияға баруға тыйым салды. Нәтижесінде сол жылы жазда Түркияның демалыс аймақтары қаңырап бос қалды. Себебі Түркияның туризмін жүргізіп тұрған ресейліктер еді. Жыл сайын Түркияда 7 миллиондай ресейлік демалады екен. Осының салдарынан көптеген түркиялық кәсіпкерлер банкрот болып, елде экономикалық кризис басталды. Ресей тіпті Түркияның жеміс-жидектерін алмай қойды. Бұл да түркиялықтарға үлкен соққы болып тиді. Елде инфляция басталып, халық қатты кедейлене бастады. Өзінің қандай қателік жібергенін түсінген Ердоған кейіннен Путиннен кешірім сұрауға мәжбүр болды. Содан кейін ғана екі елдің қарым-қатынасы қайтадан жолға қойылды. Дегенмен Түркия мен Ресей ресми жиындарда бір-біріне күліп қарағанымен, бір саусақтары арттарында бүгулі. Мысалы, Әзірбайжан мен Армения соғысқан кезде Түркия Әзірбайжанға қолдау көрсетті. Түркияның қару-жарағын асынған Әзірбайжан ресейлік техникамен арқаланған Арменияның тас-талқанын шығарды. Бұл Ресейдің қорқынышын тудырды. Әсіресе түркиялық байрақтар дроны Майдан даласында талай сарбазды жер жастандырды. НАТОның құрамындағы Түркия әскері ақштан кейінгі екінші орында алады. Яғни Түркия әскери қуатты мемлекет десек болады. 2022 жылға дерекке сенсек, Түркияның 700 мыңнан астам сарбазы бар екен. Ал Қазақстанда бар болғаны 40 мың ғана сарбаз болған. Және де Түркия шетелдік танк, ұшақтарға тәуелді емес. Олар көптеген қару-жарақты өздері жасай алады. Ал орталық Азия елдері бүкіл қару-жарақты Ресейден сатып алатыны белгілі. Дегенмен Ердоған соңғы жылдары халықтың әлеуметтік жағдайын емес, Түркияның әскери қуатына көп көңіл бөліп кеткен сияқты көрінеді. Бұл қателікке билікте тым ұзақ отырғандар жол береді. Мысалы, Путин де ел басқарған кезде алғашқы жылдары елдің экономикасына қатты көңіл бөлді. Сол кезде қарапайым халықтың жағдайы жақсара бастаған еді. Бірақ кейіннен көршілерінің жеріне көз алартып, әскери іс-қимылдар жүргізді.
Ердоған да қазір Сирия, Ливиядағы соғыстарға араласып, өздерінің мықты мемлекет екенін дүние жүзіне дәлелдеуге тырысып жатыр. Ең біріншіден Түркия көршілерімен араз тұрады. Оның ішінде Грекия, Армения, Иранмен бір қазанда бастары піспейді. Әсіресе Грекиямен жерге таласып талай жылдан бері бет жыртысып келеді. Негізі кезінде империя болған елдер бір-бірін жақтырмайтыны белгілі. Грекияда кезінде империя болды. Иранда кезінде Парсы империясы болған. Иран мен Түркия мұсылман елдері болғанымен бір-біріне жұлдыздары қарсы. Өйткені Түркияда көбінесе сүннитер, ал Иранда шииттер тұрады. Ал сүнниттер мен шииттердің бір-біріне атарға оғы жоқ. Және де Түркияның ең әлсіз тұсы оның құрамындағы күрдтер. Күрдтер өте көп. Бірақ олардың өз жері жоқ. Күрдтер Түркия, Сирия, Иран, Ирактың жерінде өмір сүреді. Көп бөлігі Түркияның жерінде екенін байқаймыз. Мұнда шамамен 25 миллионнан астам күрдтер тұрады. Ал күрдтердің әлемдегі жалпы саны 50 миллионға жуық. Яғни тең жартысы Түркияда. Егер күрдтер қатты көтерілсе, Түркияға қарсы шығып, өз тәуелсіздіктерін алуы мүмкін. Мұндай жағдайда Түркия жерінің жартысынан айырылып қалсақ таң қалмаймыз. Сондықтан да Ердоған ел басқарғанда өте қатал болуға мәжбүр. Егер ол әлсіздік танытса, күрдтер дереу күш алады. Қазір көптеген елдер тек қорыққанды ғана сыйлайды. Ердоған кейде шектен тыс жауыздыққа да барып жатады. Ол өзін сынаған барлық журналисті жұмыстан босатып түрмеге қамады. Қазір Түркияда Ердоғанды ешкім сынамайды. Ал бұрынғы президенттер өте қонақжай, иман жүзді. Мысалы 90-шы жылдары Түркияны басқарған Тұрғұт Озал алғаш болып Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады. Соған құрмет ретінде Алматыда Тұрғұт Озалдың атына көше берді. Тұрғұт Озалдан кейін президент болған Сүлеймен Демирелдің құрметіне Алматыда университеттің атын берді. Жалпы айтқанда Қазақстан тәуелсіздік алған кезде түрік ағайындар көп көмек көрсетті. Олар біздің елден кафелер ашты. Донер, кебаб, шаурма секілді түрік тамақтары елімізге кірді. Қазір Алматыда Диірмен деген түріктің кафесі кең тараған. Түркияда жер кішкентай, халық көп болған соң бизнес ашу қиын. Ал Қазақстанда халық аз, жер көп. Қазақстанда бизнес ашса тез жүріп кетеді. Түріктер елімізде көптеген бизнестер ашты. Қазақ-түрік лицейлеріне қолдау көрсеткен Альбениді әлі күнге дейін сүйсініп жейміз. Мега сияқты сауда орындарында Вайкики, де-факто деген киім сататын дүкендер бар. 2000-шы жылдары біздің телеарналарды түріктің сериалдары басып алды. Теледидарды қосып қалсаңыз Асау жүрек, Қыналы қар, Листопад, Көк жалдар мекені секілді мыңдаған сериалдар болып жататын. Оны қазақ ағайындар бас алмай көрді. Яғни түріктер бізге өздерінің мәдениеттерінде сериалдар арқылы сіңірді. Біз өзіміздің Зере, Айғаным секілді тұлғаларымызды танымасақ та, Шехрезад, Хюррем Сұлтан секілді кейіпкерлерді танимыз. Асау жүректегі Юсуф Мироғлы мен Құшшыны танымайтын қазақ жоқ. Және де біздің базарларды түріктің киімдері басып алды. Түрік компаниялары біздің елден тұрғын үйлерде соқты. Мысалы Шымкентте Фебгруп деген түрік компаниясы көптеген көп қабатты үйлер салды. Бірақ көбісінің сапасы көңілге күмән салды. Себебі цементтері үгілітіп, шатырдан су тамшылап тұрды. Бұл бекер емес екен. Түркияның өзінде 2023 жылғы жер сілкінісінен бүтіндей бір қаланың үйлері жаппай құлап, 50 мыңнан астам адам өлді. 120 мың адам жараланды. Бұған Ердоған қатты ашуланып, сапасыз үйлерді салуға рұқсат берген қала әкімі мен мердігерлерді қатаң жазалады. Жер сілкінісі Алматыда да болып тұрады. Бірақ қала әкімі ешкімнен пара алмайды. Сондықтан да Алматыдағы үйлер сапалы. Жер сілкінісі кезде ешқайсысы құламады. Ердоған Түркияны исламистік елге айналдырғысы келеді. Яғни Иран секілді. Иран бұрын зайырлы ел болса, қазір діншіл ел. Ердоған жүрген жерінде өзін мұсылманмын деп айтып жүреді. Тіпті ол Американы ашқан мұсылмандар дейді. 1178 жылы бір топ мұсылман әскері Америка жеріне табан тіреді. Яғни Христофор Колумбтан 314 жыл бұрын ерте келген. Колумб өзінің еңбектерінде Америка жеріне алғаш келгенде қазіргі Куба елінің төңірегіндегі тау төбенің басынан мешіт көргенін жазған. Яғни мұсылман ғалымдары сол жерде қалып, 12 ғасырда Латын Америка елдеріне ислам дінін таратқан.
Осы ретте мен де Куба үкіметінің келісімін ала отырып, осында бір мешіт тұрғызуды ұсынамын деген еді Ердоған. Әрине бұл деректің рас өтірігі бір Аллаға аян. Бірақ Ердоғанның бұл сөзі ақш-тың ызасын тудырғаны рас. Ердоған пайыз, ставка деген секілділерге қарсы. Сондықтан да Түркияда ақша қатты құнсызданып жатыр. Ердоған өзін түрікпін десе 80 миллион халықтың, егер түркмен десе 200 миллион халықтың, мұсылманмын десе 2 миллиард мұсылманның ықыласына бөлене алатынын біледі. Тіпті жуық арада Ердоған бүкіл исі мұсылманның лидеріне айналуы әбден мүмкін. ақш пен Ресей Ердоғаннан сол себепті де қорқады. Ердоған ылғи Путиннің мысын басуға тырысатын әдеті бар. Ол әрқашан Путинді күттіріп қоюға құштар. Осы арқылы ол Путиннен бәсім жоғары дегенді білдіргісі келеді. Негізі Ресей Түркиядан қауіптенеді. Бұл туралы Владимир Жириновский ескерткен болатын. Ол Ердоғанның Тұран одағын құрғысы келетінін мәлімдеді. Тұран одағының қатарына түркі елдері қосылады дейді. Түркі елдері деген Түркиядан бастап Әзірбайжан, Қазақ, Қырғыз, Өзбек, Түркмен, ұйғырлар, Ресейдегі татар, башқұрт, сахалар, якуттар. Егер бұл халықтар біріксе, алып держава болғалы тұр. Әзірге Түркия тек Әзірбайжанмен жақын қарым-қатынаста. Ал орталық Азия елдері ТМД одағында. Қытайда өз жеріндегі ұйғыр, қазақтарға қысым жасап, ешқайда шығармай отыр. Ал егер алда-жалда Тұран одағы құрылса, оның орталығы Түркістан қаласы болуы әбден мүмкін. Ақын Мағжан Жұмабаев ертеде Түркістанды Тұран дескен деп жазғаны баршаға аян. Шығысымызда Қытай, солтүстігімізде Ресей мемлекеттерімен құдайы көрші болғасын. Олармен бірнеше экономикалық және ынтымақтастық одақтарда мүше болып отырмыз. Енді сол секілді түркі елдері одағы да іргемізді бекемдей түсуге берік негіз болар еді. Екпіні қатты Ердоған ер бастаған ел басшыларының мойнында түгел түркі мемлекеттерінің тәуелсіздік тағдыры, территориялық тұтастық қауіпсіздігі тұр. Тағы да қадап тұрып қайталап айтамыз, тәуелсіз түркі елдері үшін қазір ең басты мақсат түркі одағын құру. Ең болмаса туыс елдердің тұтасуын өзгеден сұрамай өзіміз шеше алатын шығармыз деп үміттенеміз деген еді мәжіліс депутаты Қазыбек Иса. Бірақ шындығында бұл одақтың құрылуы мүмкін емес сияқты. Өйткені түркі елдерінің басы бір қазанда піспеуі мүмкін. Мысалы Қырғызстан мен Өзбекстан арасындағы жерге талас бар. Ал Қазақстан мен Өзбекстан бәсекелес мемлекеттер. Ал Түркменстан ешкіммен араласқысы келмейді. Қазір әлемде геосаяси жағдай ушығып тұр. Бұрынғы империялар шикізат үшін аянып қалмай отыр. Олар Сирия, Ливиядағы мұнайға таласып жатыр. Орталық Азиядағы мұнайлы елдер Қазақстан мен Түркменстан да қорқып отыр. Дегенмен Қазақстан көпвекторлы саясаттың арқасында барлық елмен бейбіт қарым-қатынас ұстанған. 90-шы жылдары Қазақстан ядролық қаруын Ресейге берген еді. Ал Ресей өз кезегінде Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге уәде берді. Түркия елі де Қазақстанға әрқашан қолдау көрсетуге дайын екенін айтты. Сондықтан да Қазақстанға қорқатын ештеңе жоқ. Қазақстанға енді тек ғылым біліммен айналысып, елдің экономикасын көтеру керек. Ал Ердоғанға тоқталсақ, ол досқа адал, дұшпанға қатал. Таулы Қарабақ үшін болған соғыста ол Әзірбайжан үшін соңына дейін тұруға дайын болды. Дегенмен саясатта мәңгілік мүдде барын ескеру керек.